Досым, саған 500 мың берсем, мына екінші этаждан секіресің ба? 500 мың дейсің ба? Астына не іздеушісіңдер? Екі көрпеше төсейміз бол. Ақберген балам, күреге ұйықтаймыз. Енді түс болды ғой, қайдағы ұйықтаған? Білмеймін досым, мені әжем шақырып жатыр, кеттім мен, давай. Пісіп көру керек еді бағанағы. Әже, мен ұйқым келіп жатыр. Неге? Мен саған ертең айтпаймын. Ертеге. Үсен, тұр. Не болды Үсен? Ұйқың қанбай қалды ма? Шақты ма бәрі? Ауыл көшіп кеткен сияқты ғой. Құмаш, қайдан біліп қойдың? Қазір ғана тұрдың ғой? Бұның ертегісін баяғыдай оқып қойған мен. Үсен, Құмаш, біз тек ертегілеріміз ғой. Сәл ентеге сізі. Мақұлында басынан ұйықтайын ба? Құмаш, кеттік ауылды іздейіп. Күн деген бөлшіп кетті ғой. Нағып жылапсың? Күн бөлшіп кетті ғой. Күн бөлшіп кетті деп мен жалатқан жоқпын ғой. Асан, сен неғып жүрсіңдер екеуі? Сіз кімсіз? Біз сізді танымаймыз ғой. Ойбай, құрысын, жеңгелерімді танымайсыңдар ма? Асан, сен қашан үйлендің? Құмаш, үйгеміз құрдаспыз ғой. Ей, көріші жеңгелерімі, не үшін өтірік ақымақ болып тұрсыңдар? Енді есіме түсті. Жеңге, ауылдағылардың бәрі қаяқта? Сендер мына ертегіге жаңадан келгенсіңдер ау деймін. Сіз де жаңадан келгенсіз-ау? Асан мен Үсеннің жеңгесі жоқ қой. Қой, жоқ па еді не? Ой, да. Біз қайдан шығарып жүрсіз жеңге дегенді? Ой, бұл құрсын, мен ауылдың бәрін аралап жүрмін ғой, қайныларым қайда деп. Мақұл, ештен кетпес. Апалар кейін қырқып тастайтын шығар. Бопты онда ауылда күтем ғой сендерді. Үсен, кеттік ауылды іздеп. Не болды? Жылай бересің? Қарным ашты. Кеттіңіз. Балық алып келіп. Сөйтіп, короче, екінші этаждан секіргенсің. Мейіржан, күшті екенсің ғой. Ештен емес, мен анау жігітке бір аюды ұстап алып қындырып едім ғой. Өтіріктегі күшті айтады. Сен білмейсің ғой мені. Мені көреміз онда. Тоқта, мынаяқта кафе бар екен ғой. Жүрміз? Жотам Диана, заказ бере білсек, кез келген нәрсенің ақшасын төлеп беремін. Мейлі, қазір официанттар келсін. Саламатсыздар ма? Кафе ғой, Жоқ, тойхана ғой. Кафе. Сіздер официантсыздар ма? Официант деген не ол? Білмейме. Дей берші. Официантпыз ғой. Неғып жүрсіңдер, 2 сағат болды ғой жүргенімізге. Ол Мейіржан ашқан бар. Бізге менюді алып кеп бересің. Меню дейтін кім еді ол? Бағана сен официантпын деген едің ғой, онда мен меню бола тұрайын. Олар өзі официант. Меню не екен білем, а? Бұлар бізбен ойнап отқан сияқты, мен қазір бұлармен сөйлеспейінші. Мейіржан, қой берші. Одан же администратор шақыра салайық та. Анарда бір адам ойын ашты. Сен менюсің, а мен официант. Енді администраторды қаяқтан табамыз? Біз екеу-ақпыз ғой. Чота, бір дұрыс емес. Біздің ертегіміз ауысып кеткен ау. Не деді мен ол? Қандай ертегі? Білмеймін, бұлар басқа ертегіден келген шығар. Сендер қандай ертегіденсіңдер? Біз сол қайтсар Мейіржан деген ертегіденбіз ғой. Мейіржан, Құмаш, біз тазша бала деген ертегіден емеспіз ғой? Қой, сен кет, бұлар басқа ертегіден ғой. Кет, ауылды іздейіп. Бақ көрейін, еші шығып кетті. Сіздің ертегіңіз бір түрлі ғой. Қай жері бір түрлі? Асан сен ертегі сондай емес сияқты ғой. Мен сенен қайда үлкенмін? Мен білетін шығар? Енді бізде мектепте сөйтіп үйреткен ғой. Ой, қазіргі заманның ертегілері әшен ғой, өтірік. Ал біз кішкентай кезімізде шынымен де ертегілер. Жүр, үйге көреміз, ертегі жалғастырып, жүр. Мынау атам, мынау мен, мынау анам, мынау әкем. Тоқташ, сен біздің үйге не үшін? Ой, әжем ғой, дұрыс ертегі. Сол үшін сізден сұрайын. Мақұл, жат, мен саған ертегі айтып берейін.
ерте. Уа, мен жауынгерлерім, егер кім менің ханшайымды айдаһардан құтқаратын болса, оған ат басындай алтын беремін. Ханның өзі аттың басындай ғой. Қайдан тақпақшы ол алтынды? Абай болыңдар, ояқтан аман қалғандар аз. Вот ханем связанымыз ғой. Өгесіме хат жіберіп отырамыз. Досым жаман қарпашым. Қазір ғана тамақ жеп шықтық қой. Білмеймін әйтеуір. Ханым осы отыр. Түшкі жетіп жүрген Бұл алма бар екен ағашта. Қалай аламыз ағаштан? Жердегісін жей берейік та. Осы жердегілердің бәрі шырып кеткен ғой. Ол алманы жемегендерің дұрыс болады. Не үшін болмайды жеуі? Дәріленген ба? Или қызғанып жатқан шығар біздің. Ешкімнен алманы қызғанып жатқан жоқпын. Ол алманы жеген адам ешкіге айналып кетеді. Бәсе, сіз жеген сияқтысыз ғой? Апа, алмаңызды қызғана бермеңізші. Жекті, әлде қызғанып атсыз ба? Жейміз, алма ағашта өсіп тұрған алма. Мейлі, өздерің біліңдер, бірақ мен ескерттім. Негізі ана апа дұрыс айтып жатқан сияқты ше. Алманы жемей қоямыз ау, ішін біреуге жаман сезіп. Кетіп тұрмын. Айттым ана алма жемей қойғанымыз дұрыс еді. Ішім жамандық сезіп отыр. Қарасың, қызғанған ба, қызғанған. Көрдің ба? Ой, кеттік ей. Ешкім жоқ әлі. Мені құтқаратын ешкім. Мен кете берсем бола ма? Сен кетсең мен жалғыз өзім қорқам ғой. Қорқаш, ішім пісіп тұрмын. Онысы үйде мамам күтіп отыр мені. Осы күні күтші, пожалуйста. Бүгін ешкім келмесе қайтасың. Жарайды, күтсем күтейін. Егер бізге мына жерде қақпаға бірдеңе болады. Досым, қара. Не yapıyorsunuz? Kötünür var. Өзі, наян қарасай, наматыра көн. Мынау тышқан ба, айда? Мынау тышқан ба, шегіртке ба, бірдеңе ба? Қандай айдаһар тышқан? Мен жауынгермін. Қайдағы жауынгерсің, жауынгерге де ұқсамайсың ғой, күлдіртпеші адамды. Сен сияқтыларды жауынгерге алмайды. Түк ұқсамайсың ғой жауынгерге. Мыналарың қоймайды ғой. Бергендеші. Айсана, мен қайта берейінші. Түн болды ғой. Әлі бір күн болған жоқ қой, күтші, пожалуйста. Бір күн күтші дедің ғой саған. Әйгерім, не yapıyorsun? Түн болды ғой. Мама, қазір қалай отырсам бола ма? Ертең азанда барам ғой. Әйгерім, сен қуасың ба? Үйге келмегеніне бір апта болды ғой. Әше, уайымдамайыншы. Ертең Әйгерімді өзім таңертең апарып тастаймын ғой. Айсана, күлкім келтірмес. Сен өзің сарайдан шыға алмай жатқан жоқсың ба? Жарайды, ертең азанда өзім барам. Яндекспен болса барам. Білмеймін, шаруам жоқ. Үйге қайтамын. Менің Ақбозатты Ханзадан қашан келеді екен? Ақбозат түгілі Ханзадан өзі жоғы. Қанағат күл алыстан келгенімізге. Сендер кімсіңдер өзі? Мен Ханзадан күтіп жатырмын. Кетіңдер бар. Қарындас тәлпіштенбеш. Тастап кетемін ба? Сосын анау Ақбозатты Ханзадаңды 10 жыл күтесің. Лучше тәлпіштемей бізбен бірге үйіне қайт. Біздің ханды қуама? Бір нормальный адам жүрсе болады ғой. Тәлпіштемей қайтсаң қайт, қайтпасаң қой. Қайттық бізді ат басындай алтын түгілі шаршап кеттік. Анау ат бермеді ғой хотя бы. Осыған келетін. Жүргітті, қайт. Ей, тоқтаңдар, мен де қайтам. Тоқтай тұршы өзі. Мына ертегі не болып кетті? Бардақ болып кетті ғой әше. Ертегі не болып кетті өзі? Білмеймін ғой, сол бір түрлі болып кетті ғой. Осы ертегін өзі кім айтып жатыр? Мен ғой айтып жатқан, немерем айтыншы деген екен, мен осы ертегіні бастаған ғой. Сүйе апа, ертегін айтсаңыздар, түстап айтыңыздаршы. Бұтшық болып кетті ғой. Шашып кеттім, бұл ертегінен кеттім. Ертегі жегіш бала.
Сен ше енді ертегі көргің келсе нормально білетін адамнан сұра. Кеттім енді бұл ертегімен. Қуамын, мыналар. Жүз оданша үйге барып мультфильм көрген. Болтамыз.